Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының басты бағыттары тәрбие және білім, рухани қазына, атамекен сынды тақырыптары бұл конференцияның негізгі идеясы болып табылған. Мұндай ғылыми практикалық конференциялар әсіресе студент қауымы мен оқытушыларға ауадай қажеттерек. Осы мына рухани жаңғыруға байланысты бағдарламалық құжат қабылданып, осы жыл бойы міне түгелдеген үлкен шаралар рухани жаңғыру шеңберінде өтіп жатыр. Алдағы уақытта да біз осы бағытта жалғастыратын боламыз. Мәжіліс жаһандану жағдайында қоғамдық сананы жаңғырту, шекарасыз оқыту атты Новосібір мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры Роман Айзманның бейне баяндамасымен басталып, жаңғыру тұсымыздағы өзекті болып саналатын біраз жайттарға ден қойылды. Одан әрі сөз алған өз білім ордамыз Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры Лаура Жүсіпова мәшһүр Жүсіп Көпеев қазақ халқының рухани мұрасы деген тақырыпта ой қозғап, мәшһүр еңбектерінен деректер келтіре отыра тәрбие және білім бағытына ерекше тоқталып өтті. Көптеген ғалымдардың зерттеулерінде жалпы адамның рухани болмысы оның болашағына үлкен әсер ететінін көрсетеді. Мысалы, ғалымдардың барлығын қарасаңыздар, рухани жағынан мол адамдар. Егер рухани жағынан олар мол болмаса, үлкен ғылыми жаңалықтар ашпас еді. Ал рухани жағына келетін болса, ол тек қана білім ғана жинап қана қоймау керек. Соның бірге ойлау процесі. Не үшін қажет? Біз не үшін бұл дүниеге келдік, және жалпы болашақта бізге мынау ұрпағымызға не қажет, не қалдырамыз деген сияқты. Айта кету керек, бұл мәжіліс алыс жақын жоғары оқу орындары ғалым зерттеушілерінің басын қосқан атына сай ғылыми тәжірибелік конференция. Ал жаңғыру, жаһандану тұсында тәжірибе алмасудың өзі көптеген істерді тындыруға көмек болары сөзсіз. Бұл мәжіліс тек қана осы өңірімізде ғана емес, халықаралық деп есептелінеді. Себебі мына атамекен, туған жер, ақпарат толқыны, яғни әр бөлікке байланысты сырттан келген ғалымдарымыз бар. Мысалы, Красноярск мемлекеттік университетінен көрші жоғарғы оқу орындарының ғалымдары келіп, осы рухани жаңғыру мәселесі жөнінде және жаңағы аталмыш тараулар бойынша өз көзқарастарын білдіреді. Қоғамда жан-жақты талқыланып жатқан жаңғыру бағытындағы бұл бағдарламаның әр тармағы ел өркендеуіне өзіндік үлес қосады деген сенімдеміз. Әсел Жақсыбай, Қанат Ахметжанов, Ертіс Информ.